Қайырлы күн достар, бүгін біз капкейк немесе кекс деп аталатын өте дәмді сдоба дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен комнатный температурадағы жұмыртқамызды алып, қантымызды бөліп салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Жаңа айтып кеткенде, бұл рецептпен капкейк жасасаңыздар да болады. Және кекс, обычный қарапайым кекс жасасаңыздар да болады. Бұл жерде 36 штук шығатын болады. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте қарапайым рецепт. Жасап көріңіздер. Мінекей жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырып, ақ пенка болғанша араластырдық. Ендігі кезекте жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін сұйық майымызды құямыз және шымшым тұзымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте өлшеніп алған ұнымызға разрыхлителімізді қосып, жақсылап араластырып, ситадан өткізіп қосатын боламыз. Кез келген пирог болсын, торт болсын, булочки болсын, бауырсақ болсын пісіретін болсаңыздар, обязательно ситадан өткізіп ұнды қосыңыздар. Сонда әрбір нәрсеңіз үлпілдеп, көтеріңкі болып пісетін болады. Ендігі кезекте қайнап тұрған суымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Мінекей қамырымыз дайын, осындай қою қамыр болып шығу керек. Ендігі кезекте қамырымызды кондитерский мешокқа құйып алатын боламыз. Және де осындай капсула құятын, осындай қалбыр керек болады. Өйткені капсула өте жұмсақ болады. Капсуланың өзіне құя алмайсыз, өйткені төгіліп кетеді. Бұны қатқыл капсулалар болады, капкейкке арналған. Сондайдың өзіне құйсаңыздар да болады. Мінекей кондитерский мешокқа құйып алдық. Енді аузын кішірек қылып кесіп алып, капсулаларымызға толтырмай жарты құйып шығатын боламыз. Өйткені көтеріледі, одан кейін тасып кетуі мүмкін көтерілген кезде. Сол үшін жарты құйсақ болады.
мына барлығы дайын болды. Осылай құйып шығасыздар. Енді қызып тұрған печкамызда 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Егер сіздерге менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.